Ал оқушылар, бүгін 27 сәуір, табиғат және менің қауіпсіздігім, табиғи ортада қандай қауіп қатерлер бар деген жаңа тақырып, яғни дүниетану сабағы. Сабақтың мақсаты оқушылар түрлі дерек көздері негізінде табиғи ортада қауіп қатерлерді анықтау, геологиялық және табиғи климаттық апаттар туындаған жағдайда өзін өзі ұстау ережелерін құрастыру болып табылады сабақтың мақсаты. Енді балалар, жалпы табиғат дегеніміз не, кім айтады? Табиғат дегеніміз не? Сүлеймен айтады. Табиғат деген біздің қоршаған ортамыз. Дұрыс айтасыз. Табиғат деген біздің қоршаған ортамыз. Ал енді қауіп қатер дейміз, иә? Қауіп дегеніміз не, кім айтады? Ол керек. Қауіп адам өміріндегі қолайсыздық салдарынан адамға әкелетін зиян немесе адам өліміне әкелетін оқиғалар, иә? Жарайсыз. Балалар, егер сіздер жол ережесін дұрыс сақтамасаңыздар, сосын электр, газ құралдарын дұрыс пайдаланбасаңыздар, не болуы мүмкін? Қауіп қатер болуы мүмкін. Жалпы қауіп қатер. Ал осындай табиғи ортадағы апатты жағдайларда қауіп қатерге жатады екен. Енді мына суретке қараңыздар, балалар. Бірінші суретте не көріп тұрсыздар? Су тасқыны. Дұрыс айтасыз, қар көшкіні. Ал онда не болып жатыр? Апат болып жатыр. Балалар, бұның барлығы да қауіп қатерге жатады екен, яғни табиғаттағы жойқын апатты жағдайлар, балалар, бір сөзбен катаклизм деп аталады. Табиғаттағы жойқын апатты катаклизм деп аталады. Яғни балалар, катаклизм салдарынан табиғатқа, адамдарға көп зиян келеді екен. Тіпті адам өліміне әкеліп соғуы да мүмкін. Осындай жағдайда балалар төтенше жағдай жарияланады. Төтенше жағдай дегеніміз не? Білесіздер ме? Естіп жүріп па төтенше жағдай дегеніміз? Регина айтыңызшы. Төтенше жағдай дегеніміз бір уақытта көптеген адамға зиян келтіретін жағдай. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Балалар, егер осындай апатты жағдай бола қалған жағдайда бізге төтенше жағдай жарияланады. Яғни төтенше жағдай кезінде радиодан, теледидардан ескертпелер береді екен. Сол кезде балалар, біздер ешқандай саспай, қорықпай, өзімізге ескертулерді мұқият тыңдап, сақтық шараларын қолдануымыз керек екен. Енді балалар, менде сұрақ бар. Егер перде өртенген жағдайда не істейміз? Перде дегенді білеміз ба? Секілге соғамыз. Қол көтеріп атайық, жүрген сөйлейміз. Адель айтқысы келеді. Егер перде өртеніп жатса, ойына сыртқа қашу керек. Ал сыртқа қаша алмасақ, ойына пердеге су шашу керек. Жақсы. Қосарларыңыз бар ма? Тағы кімне айтқысы келеді? Ал осындай Сүлеймен. Басқаларымыз қайда? Бірге соғып керек. Жақсы, дұрыс айтады. Басқа өрт болған жағдайда қандай адам не істеуі мүмкін? Улану қаупі бар, иә? Бұндай кезде не істейтін еді? Не істеу керек? Дымқыл керек. Дымқыл шүберекпен айтшы аяулым. Ол кезде шүберекті алып, орамалды алып, сулап, оны мұрнымыз бен аузымызға басуымыз керек. Өйткені біз тұншығуымыз керек. Дұрыс айтасыңдар. Одан өрт кезінде қауіпті газ бөлінеді екен, балалар. Сол кезде біздер естен тануымыз мүмкін. Біздер енді сондай жағдай бола қалған жағдайда біздер үйден шығуға талпынамыз ғой. Егер шыға алмай қалған жағдайда тыныс алуымыз керек. Дымқыл шүберекті мұрнымызбен аузымызға басып, сөйтіп демалуымыз керек. Енді жақсы. Ал егер үтік өртенген жағдайда, үй жағдайында үтік өртенген Айша айтқысы келеді. Ол керек бәріміз айтайық. Өртенгенде сумен шашамыз, егер
ойын болады, дұрыс айтасыздар. Жарайсыздар. Енді қатты өшіре алмай қалған жағдайда яғни өрт сөндіруші қызметкерлеріне хабарласуымыз керек. Дұрыс айтасыздар. Енді балалар, ал электр құралдарын сөндіру кезінде қандай іс-әрекет? Электр құралдарын сөндіру кезінде бірінші қауіпсіздікті ойлау керек. Сосын қолмен тоқта ұстамау керек. Сыртта тұрған тоқтарды ұстамау керек. Ол кезде тоқтатып кетуі мүмкін. Жарайсыз, тамаша жауап. Жарайсыз. Енді балалар, сіздерге жалпы бүгінгі өтіп жатқан жаңа қауіпсіздік тақырыбы жөнінде мен сіздермен ақиқат және жалған әдіс арқылы бір тапсырманы орындатқым келіп тұр. Сіздер қазір қолдарыңызда, барлығыңыздың қолдарыңызда жаңа бағдаршам бар, иә? Бағдаршамның жасыл және қызыл түсі керек. Егер балалар мен жалған сөйлеген жағдайда сіздер қызыл түстеріңізді көтересіздер, ал мен қате сөйлесем жаңа кешіресіздер, жалған сөйлеген жағдайда қызыл түсті көтересіздер, ақиқат сөйлесем жасыл түсті көтересіздер, иә? Бұрын істеп жоқ қой, бұл тапсырманы ондай жоқ қой. Кеттік аз. Мен оқимын, менің оқығанымда мұқият тыңдаймыз, иә? Дайынсыз ба? Иә. Тауда қатты айқайлауға болады. Бұл қар көшкінін тудырмайды. Бәрі қызыл, иә? Дұрыс айтасыздар балалар, иә? Қар көшкіні тауда айқайлауға болмайды, иә? Мен айқайлауға болады деп айттым. Дұрыс айтасыздар. Кеттік, келесі. Дауыл туралы ескерту берілсе, терезелерді, желдеткіштер мен есіктерді жабу керек. Жасыл түс па? Аслан, сен қайсыны көтеріп отырсың? Жасыл түсті көтерейік, иә? Иә, дұрыс. Жасыл көтерсеңіз, дұрыс жауап. Бәрімізде дұрыс жауап. Кеттік. Су тасқыны кезінде ғимараттың төменгі қабатында қалу керек. Дұрыс айтасыздар. Су тасқыны кезінде керісінше біз қайда шығуымыз керек? Шатырға шығуымыз керек. Жер сілкінісі кезінде балконға шығу керек. Жер сілкіні арқылы. Қате, иә? Қате ғой? Иә, балконға шығуға болмайды. Жарайсыздар. Су тасқыны кезінде терең шұңқырларға тығылу қауіпсіз. Қате сөйледім ба? Иә. Жарайсыздар. Балалар, эвакуация кезінде құжаттарды, жылы киімдерді және тамақ пен сусындарды алу керек. Жасыл түс па? Жарайсыздар. Тамаша. Қауіпті аймақтан кетудің қажеті жоқ. Жалған сөйледім, иә? Бәрімізде. Жақсы. Құтқару қызметінің телефоны 133. Жалған ба? Жарайсыздар, тамаша. Кеттік балалар, енді бізде топтық жұмыс болады бүгінгі тапсырмаға. Топтық жұмыс, яғни 3 топқа тапсырмалар беріліп, сол тапсырмаларды балалар мұқият ойланып жазамыз. Яғни катаклизм кезінде адамдардың іс-әрекеті туралы жазамыз. Жер сілкінісі. Бірінші топқа сіздер жер сілкінісі туралы жазасыздар, иә? Жер сілкінісі кезінде адамдардың іс-әрекеті қандай болуы керек. Екінші топ сіздер су тасқынын жазасыздар. Үшінші топ сіздер өрт кезіндегі адамдардың іс-әрекеті туралы. Яғни бәріміз бірлесіп мұнда өз ойымызды жаза аламыз. Бірлесіп шуламаймыз. Бірлесіп өз ойымызды мұнда. Енді жиналыңдар, бәрі ойланып айтыңдар. Бір-бірімізден бәрі ойланып шуламаймыз.
алып электр куралдарын өчүрүү керек. Эгер гымараттан чыгуу мүмкүн болмаса, гымараттан шатырына карай бийикке көтөрүлүп керек. Жақсы, жарайсыз. Азық-түлік пен киім-кешекті алу керек. Электр қуатын өшіріп, дереу далаға шығу керек. Егер ғимараттан шығу мүмкін болмаса, еденге отырып, дымқыл шүберекпен тыныс алу керек. Жақсы, жарайсың, отыра ал. Кет. Жер сілкінісі кезінде құжаттарды азық-түлік пен киім-кешекті алып, электр құралдарын өшіру керек. Ғимараттан дереу далаға шығу керек. Лифт қолданбаған жөн. Көшедегі ғимараттарға жақындамай алыс кету керек. Жарайсыз. Түсінікті болса, үй тапсырмасы табиғат және деннің қауіпсіздігі тақырыбын оқып, мазмұнын айтып береміз.